Қайырлы күн, құрметті көрермен. Әңгімеде дегенше 12 айдың төресі қасиетті Рамазан айына да келіп жеттік. 12 айдың төресі Рамазан айында 5 парыздың бірі саналатын оразаға ниет еткен жандар баршылық. Оның ішінде оқушылар мен жасөспірімдер әрине кездесіп жатады. Құрсағыңда аш қойып, Құран оқып құлшылық қылатын бұл айдың қадір қасиетін партадағы оқушылар қаншалықты түсініп жүр. Бүгінгі подкаст шығарылымызда осы тақырыпты қаузамақпыз. Эфир тізгенде мен Ләззат Қанатқызы, ендеше студия қонақтарымен таныс болсақ. Облыстық Халифа Алтай мешітінің наиб имамы Абақов Аслан мырза келіп отыр. Қош көрдік. Және номер 2 қалалық аурухананың жалпы тәжірибелік дәрігері Кенжебаева Назым ханым біздің студиямызда. Ең алдымен сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Қош келдіңіздер. Алдымен дін өкілдері ретінде өзіңізден бастағым келіп отыр сұрағымды. Исламның 5 парызы деп жаңа мен атап өттім, ораза туралы жалпы түсініктеме беріп өтсеңіз, кімдерге рұқсат етілген, кімдерге етілмеген, жалпы осы 11 наурызда басталатынын білеміз. Осы туралы кеңінен айтып берсеңіз алдымен. Жалпы енді ораза деген өзіңіз айтқандай исламның 5 парызы. Бұл жайында пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Негізгі ислам 5 нәрседен тұрады дейді. Соның біріншісі Аллаға иман келтіру, Алланың бірлігіне, барлығына. Екіншісі намаз оқу, 5 уақыт намаз оқу. Үшіншісі Рамазан айында ораза ұстау 1 ай. Одан кейін жағдайы жетіп жатқан адамдарға зекет беру, яғни қайырымдылық шығын шығару дүниелерінен. Және 5-шісі өмірінде 1 рет қажылыққа барып келу. Соның бірі, осы 5 парыздың бірі бұл ораза. Бұның парыздығы Алла Тағала Құранда айтады. Бақара сүресінің 183 аятында былай дейді: Астағфиру билла, я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус сияму, кама кутиба алаллазина мин қабликум, лааллакум таттақун дейді. Яғни бұл аятты ашықтап аударып қарастырсақ, Алла Тағала былай айтады: ей иман келтіргендер дейді, яғни мұсылмандар бізге айтып отыр, ей иман келтіргендер, сендердің алдыңдағы қауымдарға ораза парыз болғаны сияқты, сендерге де ораза парыз болды дейді. Бәлкім осындан бір тақуалық қыларсыңдар деген аят келеді. Яғни бұл жерден осы аяттан біз түсінеміз, әрбір өзін мұсылман санаған адамға, балиғат жасына толған, ақыл есі дұрыс адамға оразаны жылына 1 рет белгіленген уақытта толығымен ұстау ол міндет екенін біз түсінеміз. Ал балиғат жас деп айтып өттіңіз ғой, ол қызды балаларға, ұл балаларға қанша жас? Енді жаңа біз айтқанымыздай, оразаның парыз болу шартының бірі сол балиғат жас. Балиғат жас деген енді былай айтатын болсақ, ұл бала мен қыз баланың физикалық тұрғыдан толығуын айтады. Енді бұл шариғатта жалпы айтатын болсақ, бұл қыз бала 9-12 жастың арасында, ұл бала 12 мен 15 жастың арасында. Яғни осы жас аралықтарында ұл бала мен қыз бала физикалық жағынан толық, ер бала еркектік жаңағы физикалық қасиеттері оянған қыз бала сол уақыттан бастап ақыл есі осымен қатар, енді көбісі осымен қатар ақыл есі толық осының оразаның міндетін барлығын түсініп жатқан адамға ораза міндеттеледі, парыз болады ұстау. Осы орайда бізде жаңа таныстырып өткен медицина өкілі бар. Жаңа айтып өткен балиғат жасын естідіңіз. Осы орайда жасөспірім деп айтамыз, ол жастағы балаларды, жасөспірімдердің ораза ұстауы медициналық тұрғыда жалпы қалай? Негізі өзім дәрігер ретінде әрине жасөспірім балалардың осы ораза ұстағанына негізі мен қарсымын. Себебі ағзада негізі ораза кезінде ораза көбінесе именно қазіргі уақытта көктем айына келіп отыр. Көбінесе көктем айында иммунитеттің әлсіреуі байқалады. Себебі қыс мезгілінен кейін көптеген жігерге аурулардың салдарынан иммунитетіміз түседі. Сол себепті міндетті түрде көктемнің алғашқы айларында мол құнарлы дәрумендерге толы, әсіресе балалар құнарлы тамақтану қажет. Сол үшін негізі ораза тұтқандар дұрыс емес деп ойлаймын. Ал жалпы адам, жасөспірімдерді алмағанда жалпы адамзат баласының 30 күн бойы ораза тұтуына жалпы қалай қарайсыз? Негізі ораза адам ағзасында қажеттен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Сондықтан негізі ораза тұтыну үлкен ересек адамдарға ол пайдалы деп айтсам да болады. Өйткені ораза ұстаған кезде көбінесе үлкен адамдарда және ұйқы безінің демалуы болады. Біріншіден. Екіншіден, ол қант мөлшерінің төмендеуіне алып келеді. Сондықтан жаңағы артық салмақтан да, қант мөлшерінің төмендеуі де және бүкіл ересек адамдардың ағзасындағы бүкіл ағзаның жанаруына ықпалын келтіреді деп ойлаймын.
Жалпы біз әлеуметтік желі беттерін ақтара отырсақ, түрлі пікірге куә боламыз, оны өздеріңіз де білесіздер. Осы орайда ораза ұстауды жастар трендке айналдырып алған, бұл бір модаға айналып барады деген сияқты адамдар көп пікір білдіреді. Осыған дін өкілі ретінде қалай жауап бересіз, және ниет етіп ораза ұстаған жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Жалпы енді шынымен айтасыз, дұрыс айтасыз, жастар, студенттер болсын, мектеп оқушылары болсын, ораза ұстап жатқандар көп. Жылдан жылға ол көбейіп бара жатыр. Азаймайды, көбейіп бара жатыр. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсені қаперге алу керек. Ең біріншіден жаңағы медицина өкілі де айтып өтті. Бұл жерде мынандай мәселе. Біріншіден ораза енді біз парыздығын түсіну керекпіз. Яғни қай уақыттан жаңа балиғат жасын айттық, сол уақытта ол парыз екенін түсіну керекпіз. Екіншіден енді медицина саласынан болсын, қай жағынан болсын, жалпы ораза бұл пайдасы бар екені бұл дәлелденген. Тіпті оразаның пайдасы барлығын дәлелдеп Нобель сыйлығын алған адам бар. Соған байланысты мына біз қазір енді жастардың арасында мода тренд болып жүр, мына интервальный голодание не дейміз ғой. Сол нәрсе мына оразаның мысалы үшін сәйкес келеді. 15 сағат тамақ ішпей, су ішпей, одан қайтадан ішіп, одан тағы 17 сағатқа деген сияқты. Негізі жалпы медициналық тұрғыдан оразаның пайдасы ол дәлелденген, ол нақты белгілі. Ал енді жасөспірімдерге келетін болсақ, бұл қазіргі таңда өте талқылаудың үстінде айтылып жатыр, бірақ мына нәрсені ескеруіміз керек. Мына студенттер, жасөспірімдер, оқушылар ораза ұстаған кезде оның ораза ұстаудың өзінің әдебі бар. Оразаның ұстаудың өзінің шарттары бар. Егер сол қағидаларды, былай айтқанда тәртіптерді қадағалап, сол ұстанып ораза ұстайтын болса, ол оразаның пайдасы болады. Мысалы үшін, егер жасөспірім студенттер ораза ұстаған кезде ауызаша сәресін тосып отырмай, өзінің бір негізі сәресін бір көп болса бір 20 минут уақыт алады, түннің бір уақытында. Сол уақытқа дейін күтіп отыратын балалар болады, студенттер болады. Соны күтпей өз уақытында ұйықтап, одан тамақ ішкенді кезде де медицина өкілі дұрыс түсіндірер, тамақ ішкенде сәресінде тамақты тойып алу міндет емес. Яғни асты қазанның 3/4 ғана толу керек. Салатпен немесе жалпы соқтармен, сонымен ғана. Бізде енді көбінде тамаққа тойып алады ғой, түнде тұрады да. Содан кейін ұйықтай алмайды. Одан кейін сабаққа кешігіп жатады. Егер осы тәртіппен ораза ұстайтын болса, оразаның ешқандай оқуға, басқаға ешқандай зияны жоқ. Енді біз оны көріп жатырмыз. Біз өзімізде 5-6 сыныптан бастап ораза ұстаймыз. Сонымен қатар спортпен де айналысып жүрдік, ораза ұстадық, ешқандай бір оқуымызға немесе денсаулығымызға ешқандай кедергі жоқ. Бірақ бұл жерде көрдіңіз бе, мына жасөспірімдер, жастардың ораза ұстау тәртібін қадағалау керек. Бірінші өздері қадағалау керек. Екінші әке-шешелері, ата-аналар айтып отырған дұрыс. Қай уақытта ұйықтап, қай уақытта тұрып, режим ғой, айтқанда тәртіпті сақтаған дұрыс. Содан қандай тамақ ішкен, соны да қарау керек. Сол кезде осылай егер ораза ұстайтын болса, онда ешқандай оның оқуына да, жұмысына да ешқандай кедергі болмайды бұл жерде. Дұрыс айтасыз, енді біз де ашық дерек көздеріне қарап отырып, мұғалімдердің де пікіріне құлақ шалдық. Осы орайда мұғалімдер де айтқан екен, ата-аналар егер бала ораза ұстаған жағдайда ата-аналар баланы қадағаласа, себебі балалар болады сәресін күтіп отырады, ұйқысы қанбайды, одан кейін ертеңінде оның оқуға да құлқы жоқ, шаршаңқы, ұйқысы қанбаған, оның үстіне ол баланың күні бойы енді оразада болғаннан кейін асқазаны бос болса, баланың ештеңе құлқы болмайды деп. Әлі дейді ғой. Осы орайда медицина өкілі, жалпы өзіңіз қанша жастан бастап ораза ұстаған баланың организміне пайдалы деп ойлайсыз? Қанша жастан бастап? Айтып өткендей, негізі өзім 17-18 жас, яғни кәмелет жасқа жеткен балалар ораза ұстағаны негізі жөн санаймын. Себебі 17-18 жасқа шейін ағза толығымен қалыптасады. Яғни ағзаның дамушы деңгейінде болады. Сондықтан бала өте құнарлы, дұрыс тамақтану керек. Міндетті түрде ұйқысы дұрыс болу керек. Ал жаңа айтып өттік қой, сәресін күтіп отырады деп. Сонда сәресін күтіп отырған бала ұйқысы қанбаған, режимі өзгереді. Оның адам денсаулығына қандай әсері бар? Әсері өте зор деп айтсам болады. Себебі ұйқы уақытында анаболизм процесі күшейіп, керісінше катаболизм процесі азаяды. Ұйқы деген өте адам ағзасында өте зор рөлін атқарады деп айтсам болады. Содан кейін ұйқы уақытында мидағы белсенділіктің төмендеуі орын алады. Яғни ой қабілетінің төмендеуі, сезімтал, сенсорлық жүйелердің қабылдау қабілетінің төмендеуі, жүрек қызметінің баяулауы, гормондардың төмен дәрежедегі бұзылуы. Яғни бұл процестер кері қарай кері әсерін тигізсе, баланың дамуына өте зор ықпалын тигізеді. Біз осы подкастқа дайындалу барысында дін өкілдерімен, өзге де дін өкілдерімен сұхбат құрдық, ақыл кеңес сұрадық. Осы орайда
мен әлеуметтік желі беттерін қарап отырып мынандай енді бұл жерде астын сызып атап өткім келеді. Бұл ақпарат шын немесе жалған екені біз тексерген жоқпыз. Мысалы, әке-шешесі дін өкілі болады, және ол баланы сен ораза ұстауға міндеттісің деген сияқты міндеттейді. Осы орайда дінде зорлық деген асыл сөз бар. Мәжбүрлі түрде ата-ана баласына құлшылық жасату шариғи тұрғыдан жалпы қалай? Ол болады ма? Жоқ, бұл жаңа дінде зорлық жоқ деген асыл сөз бар. Зорлық жоқ. Яғни исламда, Құранда Алла Тағала айтады, ла икраха фид дин дейді. Алла Тағала өзі айтып отыр, исламда мәжбүрлетіп күшпен жаңағы орындау жоқ. Демек, қандай құлшылық болсын, қандай ғибадат болсын, адам өзінің еркімен істеу керек. Ол оның парыз болса парыздығын түсініп, егер оның пайдасы пайдасын түсініп, өзі еркімен істеу керек. Ал оның ата-анасы болсын, басқа адамдар болсын, оны жүктеп, күштеп, қинап ол нәрсеге әкеле алмайды. Енді бұл жерде мына нәрсені түсіну керек. Бұл бірінші, мына нәрсе, бұл егер баланың сол жаңағы ата-аналар енді оны бір ораза ұстасын, пайдасын алсын деген мағынада мәжбүрлеп тұр ғой. Бұл мәжбүрлеу дұрыс емес. Бірақ сол баланың алдын ала тәрбиелеу керек та бұны. Баланың жалпы негізі бізде қазақта сөз бар, баланы жатырдан бастап тәрбиелеу керек. Адам өзі бірінші сол әке-шешесі өздерінен ақырындап бастап, бала кезінен көрсетіп, сол нәрсені ақырындап соған ақырындап әкелетін болса, ол бала ол ешқандай мәжбүрсіз, ешқандай бір күштеусіз ақ ораза ұстайды, немесе намаз оқиды, намазға келеді. Бірақ оны күштеп, итермелеп, оны қудалап, не болмаса қатты сөздермен айтып, оларға күштеу дұрыс емес болып есептеледі. Яғни әр адам өзінің қалған уақытты таңдаған несі болады. Сол өзінің ниетімен, ықыласымен, таңдауымен, өз еркімен құлшылық ғибадат жасау керек. Жалпы мен өзім оқушы кезінде менің сынымда да болды ораза тұтқан балалар, аузын бекіткен балалар. Сол кезде менде де сондай ниет болды. Ата-анам бірақ маған рұқсат берген жоқ ол кезде. Осы орайда намаз оқу үшін, ораза тұту үшін жалпы ата-ананың рұқсаты маңызды ма? Енді мынандай нәрсе ғой. Жалпы ораза қандай құлшылық болсын, ғибадат, парыз мәселесіне, парызға нақты тоқталайық. Нәпіл мәселелерінде енді ол түсінікті. Парыз мәселесіне келген кезде балиғатқа толған ақыл-есі дұрыс адам оны орындау керек, міндет, ол түсінікті. Бірақ ата-анасы қарсы болып жататын болса, бұл жерде ата-анасына көркем түрде түсіндіру керек, жеткізу керек. Бұл жерде қарсы келіп, қарсы сөз айтып, қарсы шығу бұл ешқандай бір пайдаға, ешқандай нәтижеге әкелмейді. Негізі кез келген ата-ана өзінің баласына жақсылық ойлайды. Жақсылық қалайды ғой, енді жамандық қаламайды өші. Сол сияқты мысалы үшін егер баласы көркем түрде, көркем мінезбен, жақсы сөзбен, ең бірінші жақсы іспен, амалмен көрсету керек қой. Бізде қазіргі заманда өкінішке орай сол ғой, жаңағы ата-аналары мына ораза десе, мешітке барған десе, басқа нәрсені көреді да, соған балама жасап, балаларының басқа жаққа кетіп қалуын, басқа жаққа жолға түсіп кетуінен қорқып, соларды мешітке жібермеуге, немесе жаңағы намазға, басқаға жаңағы содан сақтап қалуға тырысады да. Бәріміз өзіміз түсініп отырмыз ғой, қандай мәселе екенін. Ал егер мысалы үшін сол бала ата-анасына көркем түрде жақсы, әдеби, мәдениетті түрде көрсететін болса, мен енді ойлаймын, ата-анасы ешқандай бір қарсы болмайды. Жалпы үлкен адамдардың, ересек адамдар, зейнет жасындағы адамдардың осы туралы айта кетіңізші, қанша жасқа дейін ораза ұстауға болады? Ораза ұстау деген қанша жас деген жоқ, ораза деген ұстау денсаулығына байланысты болады. Мысалы үшін зейнетке шыққан адамда жаңа сөзіңізді айтып отырсыз, егер оның шамасы жетпесе, денсаулығы келмесе, ол ораза ұстамайды. Яғни ораза кімге міндет? Денсаулығы бар, созылмалы ауруы жоқ, мүмкіншілігі бар, дені сау адамға міндет. Ал басқа адамдарға демек мойнынан түседі деген сөз болмаса. Ал зейнет жасындағы адамдардың жалпы 30 күн ас ауқаттан тыйылуы, бұл денсаулыққа пайдасы бар? Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, осы туралы кеңінен айтып өтіңіз. Және имам айтқандай, көбінесе созылмалы аурулары жоқ, әсіресе қан диабеті және қалқанша безінің аурулары жоқ адамдар, және қан қысымы деп айтады бұл кісілер. Сондықтан да осы созылмалы аурулары жоқ адамдарға әрине бұл өте маңызды. Себебі ең біріншіден бұл адамның тәртібі деп айтсам да болады, жаңағы тамақтануындағы, және дұрыс айтады, тамақты тойып жеп алып бәрі ойлайды, аузын бекіткеннен кейін, аузы ашылғаннан кейін қандай тамақ жегісі келеді соның бәрін жеуге болады деп. Бірақ тамақтануға тойып алады да, адамдар көбінесе ұйқыға кетеді. Сол кезде адамның денсаулығына күш
түседі. Сондықтан осы ораза тұтқан айында міндетті түрде жеңіл тамақтар жеу қарастырылған. Және дені сау адамдарға өте маңызды ораза тұтқан, пайдалы деп білемін. Бүгінгі сұхбатқа келіп ой бөліскендеріңізге көп рахмет. Осы орайда қорытынды сөз ретінде мүмкін бүгінгі айтам деп дайындалып келген немесе ақыл кеңестеріңіз болса бөлісе кетсеңіздер бір ауыз сөзбен. Енді мына жерге уақыт қысқа болып қалды, бірақ қосатын нәрсеміз бар еді. Қазір енді Рамазан айы басталады, 11-інде басталады бұйыртса. Мына ол кезде енді сабақтар жүріп жатады, студенттер оқып жатады. Сол кезде мына алдыңғы жылдары көптеген мынандай жағдайлар болып жатты. Енді оқушылар, мұғалімдер оқушыларының сабақ үстінде ұйықтап жатқанын түсіп жатады. Мына ораза ұстаған үшін ұйықтап жатыр деп. Немесе ата-аналар сондай бір агрессивті түрде жаңағы ол баланың ұйықтап жатуын, үлгере алмай жатуын, сабақта қабылдай алмай жатқан таза оразадан ғана көріп жатқан жағдайлар болып жатады. Яғни бұл сөз арқылы, мысалы үшін осындай нәрсе арқылы біздің асыл дінімізге, жалпы мұсылмандарға тіл тигізіп жатады. Осы жерде біз енді жаңа ғана осы подкастта айттық, жасөспірімдердің ораза ұстау қалай болу керек, және қалай ол тәртіппен егер ұстаса, оның ешқандай бір үлгерімге, оның сабағына, оның басқа жаңағы нелеріне кедергі келтірмейтін. Енді бұл екінші жағында айтып өтейік. Бұл жаңағы ораза ұстаған кезде мына мысалы үшін қарапайым күнде, мысалы үшін баланың түні бойы телевизор көруі, сериал көруі, түні бойы компьютер ойындарын ойнауы, немесе түні бойы қыдыруы, ол да балаға кедергі көрсетеді ғой мектепте. Ол нәрсе айтылмай қалады да. Ол кезде ұйықтап жатады, ол нәрсе айтылмайды, бірақ именно оразаға келген кезде бәрі шыға кетті, ораза ұстады, бітті. Мынау сол үшін ұйықтап жатыр деген сияқты. Осындай нәрседен кішкене сақ болған абзал. Егер мұғалім болсаңыз, немесе басқа болса, ата-ана болсаңыз да, жаңа тәртіпке сай балаңызды, шәкіртіңізді ақырындап ақылмен, насихатпен, көркем сөзбен, әдетпен ақырындап бағыттап жіберсеңіз, керісінше ол жақсы болады. Ол сол кезде оның пайдасы тиеді. Соны айтқымыз келеді. Енді ораза бұйыртса биыл 11-інде басталады. 11 наурызда 5-нен 6 күн, 6-сына сәуірдің 5-нен 6-сына қараған күні қадір түні болады. Сәуірдің 10-ында ораза айты болады. Енді осы мына келе жатқан 12 айда бір болатын оразаны ораза ұстайтын адамдар болса, жаңағы шарттарға сәйкес келетін болса, ораза ұстап, бұл ораза деген тек қана ішіп жеуден ғана тыйылу емес пе? Ораза деген рухани бір жақсы кемелдену деген сөз. Яғни ораза деген өзін тәрбиелеу деген сөз. Яғни жақсылыққа өзін тәрбиелеп, жамандықтан тыюға тырысу керек. Соны айтқымыз келеді. Бір жұмадан және 4 жұмаға дейін ағзаны дайындау керек. Содан кейін екінші мәселе ол ата-аналардың, мысалы балалары бар, көбінесе ораза ұстағысы келетіндер, ата-аналар қарсы болып жатқан жағдайда да ораза ұстағысы келетін балалар бар, оқушылар, жасөспірімдер, студенттер. Көбінесе сол балаларын педиатр мамасына келіп қаратқан дұрыс. Яғни асқазан ішек жолдарының аурулары жоқ болса деген сияқты көбінесе тексеріліп алған жөн деп санаймын. Үшіншіден, жаңағы айтып кеткендей, ораза айында сол барлық ұйқы және тамақтану барлық саланы дұрыстап ретке келтіріп, содан кейін бірақ дайын болған жағдайда ғана ораза ұстағандар дұрыс деп кеңес беремін. Осы орайда қосымша бір сұрақ қойып өтейінші. Жалпы ел аузында оразаның басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн ұстауға бола ма деген сияқты сұрақ жиі туындайды. Осы сұраққа жауап беріп өтесіз бе? Жоқ, бұл тек ондай нәрсе жоқ. Рамазан айында толығымен ұстау керек. 30 күн басынан аяғына дейін үзбестен қатар-қатармен толығымен ұстау керек. Жақсы. Көп рахмет. Алланың айрықша әспеттеп, елшінің ерекше ескерткен бұл қасиетті айның рахым нұрынан әркімде дәмелі, үлесінен үмітті. Дей тұрғанмен шариғаттың арнайы бекіткен шарты барын естен шығармағанымыз абзал. Бұл жердегі біздің басты міндетіміз біреуге шектеу қою емес, халыққа ашық, шынайы ақпарат жеткізу. Және бүгінгі подкасттан түйетін түйін ата-ана баласын үнемі қадағалауда ұстаса екен. Көп рахмет, қош сау болыңыз көрермен.